Менің арнама қош келдіңіздер. Ең алдымен каналға тіркеліп, әңгімені соңына дейін тыңдаңыздар. Қай өңірден тыңдап отқандарыңызды комментарияға жаза кетіңіздер. Мен Гүлжан. 75-ке келдім. 3 ұл, 2 қыз өсірдім. Ең кішкентайым Ерлан. Ол менің жүрегімнің бір бөлігі еді. Келінім Айгүл оны мағанан да жақсы көретін сияқты көрінетін. Бірақ бір күні телефон шалды. Дауысы дірілдеп, апа. Ерлан. Ерлан қайтыс болды. Мен телефонды түсіріп алдым. Бірақ ішімде бір нәрсе. Жоқ, бұл өтірік деді. Жедел жеттім. Үйде Айгүл жылап отыр. Балаларын алып көршілері жиналыпты. Мені көргенде бәрі үнсіз қалды. Мен сұрадым. Қай жерде? Қалай? Жол апаты. Машина өртеніп кетті. Тануға келмейді. Мен ештеңе демедім. Тек мәйітті әкелсін дедім. Бірақ ішімдегі дауыс. Ол мәйіт емес. Ол тірі деп тұрды. Жерлеу рәсімі өтті. Адам көп. Бірақ мен жыламадым. Көзім құрғақ. Келінім маған қарап. Апа, сіз неге жыламайсыз? Деді. Мен жымидым. Мен анамын. Ана жүрегі өтірікті сезеді. Ол үрейленіп кетті. Ерланның телефонында ешқандай хабарлама жоқ. Соңғы қоңырау маған. Бірақ мен оны естімеппін. Сол түні Ерлан маған түс көрсетті. Апа, мен тірім. Сен ізде деді. Оянсам, жүрегім дүрсілдеп тұр. Айгүл үйден кетіп қалды. Балаларын алып өзінің анасына кетті дейді. Мен жалғыз қалдым. Бірақ жалғыз емеспін, ішімдегі сенім бар. Мен іздеуді бастадым. Алдымен Ерланның жұмысына бардым. Достары. Ол 2 апта бұрын жұмыстан шықты. Шетелге кетем деп еттеді. Мен таң қалдым. Ол маған ештеңе айтпаған. Ерланның ескі досы Нұрланды таптым. Ол маған сыбырлады. Апа, Ерлан Айгүлмен ажырасқысы келді. Ол басқа біреумен жүрген. Ерлан оны білді. Мен сұрадым. Қайда кетті? Білмеймін. Бірақ ол өлген жоқ. Бір күні Айгүлдің анасының үйіне бардым. Ол маған. Қызым қатты қиналып жүр. Оны мазалама деді. Мен күлдім. Менің ұлым тірі. Мен оны табамын. Ол үнсіз қалды. Ерланның банк картасын тексердім. Бірнеше рет ақша аударылған. Бірақ қайда? Шетелдегі банк. Мен полицияға бардым. Олар. Мәйіт жоқ, бірақ куәгерлер бар. Іс жабылды деді. Мен түнде ұйықтамаймын. Ерланның суретіне қарап отырамын. Бір күні телефон шырылдады. Белгісіз нөмір. Апа. Менмін. Мен дауысымды таныдым. Жүрегім тоқтап қалды. Ол айтты. Апа, мен өлген жоқпын. Айгүл мені өлтірді деп ойлады. Бірақ мен қашып кеттім. Ол менің өмірімді сақтағысы келді. Басқаша жолмен. Мен жыладым. Бірінші рет. Ерлан шетелде екен. Айгүл онымен бірге емес. Ол басқа әйелмен жүрген. Ерлан білген соң ажырасуды талап еткен. Айгүл қорқып өлді деп жалған хабар таратқан. Себебі балаларды алып қалу үшін. Мен Айгүлді іздедім. Ол Алматыда екен. Балаларын мектепке беріпті. Мен бардым. Ол мені көргенде қашпақ болды. Мен тоқтаттым. Мен бәрін білемін. Ерлан тірі. Ол жылады. Мен қорқып кеттім. Ол мені тастап кетсе, балаларды бермеймін деп қорқытты. Ерлан қайтып келді. Бірақ біздің үйге емес. Алдымен полицияға барып, бәрін түсіндірді. Іс қайта ашылды. Айгүл кінәлі емес деп танылды, тек өтірік айтқан. Ерлан маған келді. Құшақтастық. Мен оның бетінен иіскедім. Апа, сен менің жүрегімсің деді. Мен?
Сен менің өмірімсің дедім. Айгүл балаларын алып кетті. Бірақ сот шешімімен Ерлан балаларды көруге құқылы. Ол қазір жалғыз. Бірақ жүрегі таза емес. Мен қазір немерелеріммен тұрамын. Ерлан жақын жерде. Күнде келіп тұрады. Біз енді ешкімге сенбейміз, тек бір-бірімізге. Бір күні Айгүл маған қоңырау шалды. Апа, кешіріңіз деді. Мен кешірдім. Бірақ ұмытпаймын дедім. Өмір өтірік пен шындықтың арасындағы жіп. Мен сол жіпті ұстап қалдым. Себебі ана жүрегі өтірікті сезеді. Енді мен әр таңда тұрып терезеден қараймын. Ұлымның көлігін көремін. Ол маған қарап күледі. Мен де күлемін. Өйткені мен шындықты бәрінен бұрын білдім. Менің ұлым тірі.